берекемен және келе жатқан жаңа жылды әр спорт бөлімінде 2024 жылы атқарылған жұмыстары және де әртүрлі мәселелер баяндалды. Алғашқы арнамға беріледі. 12-сі СЖД-1, 9-ы СЖД-2. Жалпы 200 саптағы жаттықтырушылардың оқу-жаттығу сабақтарын айына біледі. Санатты жаттықтырушылар саны 8. Биылғы жылы Қазақстан құрама командасының осынау бапкерлер сіздердің күнделікті жасаған жұмыстарыңыздың нәтижесі, жаңағы спортшылардың да жігерленіп жұмыс істеу сіздерге байланысты. Сол үшін сіздерге мына осы биыл атқарған жұмыстарыңызға алғыс айтқым келеді. Келесі жылдарда осындай жалпы жоғары шеберлік мектебі бұл спорт мекемелерінің арасында ең үздік мектеп болу қажет. Әрқашанда үлгілі мектеп болу қажет. Бұл мектептің басшылығы да, бапкерлер де, әдіскерлер де үлгі тұтатындай сондай азаматтар болу қажет. Спорттық мекеме екенін атап өткім келеді. Әйелдер күресінен Бақытжан бірінші санатты жаттықтырушылар шебер атағына ие болып отыр. Жыл басынан бері спорттық шараларында 277 медальға қол жеткізіп отыр. 2020 жетістік 87 медальға артып, немесе 46 финалға өте алмады. Бапкері Беспалов Николай Николаевич. 24 жылға дейін осы біздің мекеменің түлектері болған, спортшылары болған, біз мақтанышпен айта аламыз. Халықаралық турнирлерде сондай бір арнайы оқытылатын дәрістер болады дейді. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жаңа жыл осындай жиналып өтейік. Рахмет. Жылдың басынан бері спорттық іс-шаралардың күнтізбелік жоспарына сәйкес жетістіктерге қол жеткізген үздік спортшылар және дзюдо күресінен Ақтау қаласында өткен Азия кубогында 3-ші орын алған үшін еркін күресінің жаттықтырушысы Қазақстан Бегарыс Раматулланың жаттықтырушысы Николай Беспалов марапатталады. Қамбектің жаттықтырушысы Бақытжан Сайлау марапатталады.